финалға шығады, соңғы 5-ші команда резервтен жюриге қаласа, бәсеке қызықтайды жетістік емес па? онда жетістіксіңдер. Сәлем, құрметті Алматы технологиялық университетінің студенттері, ұстаздары, барша қонақтары. Біз бүгін 17 қараша күні болатын атудың жайдарманның жартылай финалына редакторлық жұмыстамыз. Команданың аты ностальгия. Жалпы не үшін ностальгия команданың аты? Негізі ескі дүниені қайтып жаналатып шығарамыз деген ой болды. Ескіні еске алып. Yükselen kalkayız. Yüksüge? Ne isteysin şey mi? Saçındamayın ya. Ya Almatı'da yüksüge baktın şaşı, Almatı'da kelip 400-500'ge şaşalı. 200 деп ма? Мына жерде біздің күн мен айды бермеген фит факультетінің ағамыз келіп отыр, Ақжол. Қайырлы кеш, Ақжол. Қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Менен сұрағыңыз? Жалпы келіп отқан мақсатыңыз? Бүгін балалардың дайындығын көрейін деп, қызықтайын деп біраздан бері келмейміз, оған келіп отыр. Өзіңіз бай КВН-де әлі ойнап жүрсіз бе әлде? Алыстап кеттіңіз бе? Алыстап кеттім ғой. Жалпы қазір не нәрсемен айналысып жатсыз? Оқудамын, жұмыстамын барлығы болды. Не жұмыс? Жоқ, жауап берсеңіз, көрермендерге қызық сіздің не жұмыс істейтініңіз. Мен акиматта жұмыс істеп жатырмын қазір, бас маман болып. Сұлтан ресторанында акиматында. Ұрыстай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасыңда қалам ей, қайтсем де өзіңе бақытты болам ей. Жаман ұрса. Сосын жас команда ойнайтын бүгінгі жалпы недегі факультет. Айдын мырза, сізге бір сұрақ. Мынау жас командалар бар ғой? Солар, мысалы, жалпы командалар әзілді өздері жаза ма? Жалпы командалар әзілді өздері жазады, иә. Сіз мысалы плагиат деген нәрсе бар қазіргі таңда. Соны плагиат емес екенін қалай ажыратасыз? Енді ол көп жылдық мүмкін опыт шығар, көптен бері мен жалпы КВН қараймын, КВН Көпті көргем дейсіз сонда? Көпті көргем, иә. Мысалы, KFC командасын кеше мен байқап қалдым, бір әзілі плагиат болып шықты. Ал сіз сол әзілді өткіздіңіз сіз. Оған не дейсіз? Ол қай әзіл? Нақтырақ айтсақ. Ол әзілді айтпай ақ қояйын, ол жігіттердің өздері ренжіп қалуы мүмкін. Менің оған қатысым жоқ болған соң, редакторлық жұмысқа отырғызбай қойдыңыз мені, вайн жүргізіп кеттің қазір мен. Сол. Сұраныс аяғында еспейсіз ба, қоймайсыз ба? Айтыңыз. Жалпы ол әзілді мен мысалы білмейтін себеп мүмкін ол жаңағындай, сол жаңағы айтқанда бірінші лига немесе бір аймақтық бір лигаларда ойналған әзіл шығар. Сондай шығар. Мүмкін. Өзіңіздің қателігіңізді ойламайсыз ба оны? Қателігім шығар, мойындаймын. Онда не үшін редактор болды? Бүгінгі не болды? Бүгінгі редакторлық жұмысты бастайтын сайран жастары, әзірге біз KFC-ден сұхбат алсақ, сіздердің бір әзілдеріңіз плагиат болса да өткізін дейді. Ол нәрсеге қалай қарайсыздар? Мынау біз алдын ала Айнаға сөйлесіп қойған болатынбыз. Алдын ала бір мейрамханаларға отырғызып, әдейі бір әзілден неғылысын өткізу үшін. Көрдіңіздер ғой достар, жемқорлық деген бұл жерде де бар екен. Сосын, жалпы өздеріңіз ұялмайсыздар ма? Ешқандай ұялмаймыз оған. Ұялған жерде аш қаласын дейді ғой ше. Жарайды, Құдай жазаларын берсін. Сайран жастары өздерінің өнерлерін көрсетіп болып, редакторлық жұмыста қосатын жерін қосып, алатын жерін алып жатыр. Жалпы қалай болатын, сырттай бақылап көрсек болады. Қалай кесіп жатыр ма? Иә, жақсы өтіп отыр. Жоқ, өтіп жатқан білем ғой, кесіп жатыр ма? Әлі кескен, кеспеген әлі белгілеміз, сөйлесіп отыр. Қалай жазады екен? Финалда көресің. Сізді алдыңғы ойындарыңызды көрдім. Жалпы өзіңіздің стиліңізде жалпы жайдарман ойнаған сізге ұнайды ма? Иә. Ой бәрекелді. Бұндай КВН-дар көбірек болып тұрса деген ойдамыз. Жақсы. Сіздің қарасы атаммен ойна дейді. Сенбеңіздер. Бұл өтірік. Құрбос басын өстіп қалады екенсіз. Ал біз жалғастырамыз. 3 ойын, 4 ойын бойы қатарынан қос аққу жайдарман бір тобымен бірге шығып келе жатқан
Тайнаның қыздары бар. Сол қыздардан мүмкін ол амал жоқтан келіп жүр ме әлде жайдарманға деген сүйіспеншілік пе, сол жайлы қазір білетін боламыз. Сәлем қыздар. Сіздер менің білуімше Тайна сән театрында өнер көрсетесіздер, жалпы мен өзім байқағаным, сіздер 3 ойын 4 ойын бойы қос уақытымен шығып жүрсіздер, иә? Жалпы ол амал жоқтан шығып жүрсіздер ме әлде ұнайды ма сіздерге? Көмектесеміз. Көмектесесіздер. Олар сіздерге гонорар төлейді ме осы шыға? Жоқ, төлемейді. Төлемейді, значит сіздер өздеріңіз қалауларыңызбен. Әлде Жұлдыз ханым сіздерді заставить етем? Жоқ, заставить етпейді. Просто біз гонорар төлеу керек, негізі әлі бермей жатыр. Қарыз олар деп. Менің білуімше алдын KFC жайдарман тобында ойнадыңыз, неге шығып кеттің? Иә, былтыр ойнадым бір жыл. Жеке себептермен сабаққа байланысты шығып кеттім. Сабаққа байланысты. Сонда сізге жайдарман ойнаған ұнамайды ма? Ұнайды. Ұнайды. Онда неге шығып кеттің? Уақыт жоқ. Уақыт жоқ дейді, құрметті достар. Сонда мына отырған адамдардың барлығының уақыты көп, ерігіп жүр, жұмысы жоқ. Ал Әселханның айтуы бойынша КВНді уақыты көп адамдар ғана ойнайды. Уақыты жоқтар сабақ оқу керек. Біздің WhatsApp қойып жүрген 4 ойын болды. Пайдалансаңдаршы. Ғашықтар болайық, ешкімге болмаған әңгіме. Тәтті ару мәңгіге. Ары қарай бүгінгі ойында финалға өтуіміз бізге ешқандай маңызды нәрсе болып есептелмейді. Себебі біз факультетіміз өте жақсы көреміз. Біздің Жайнасын жан дүние, сайрасын ән дүние. Сен барда кен дүние, сен жоқта тар дүние. Ғашықтар болайық, ешкімге. Тайса, срочно керек болып тұрады, өтініш сізден, Не істеватса? Такси шақырып отыр. Жүрсеңші уақытын. Аға, пожалуйста, шақырсаңшы, срочно керек болып тұр, шақырып жүрші өтініш, Не істеватса? Такси шақырып отыр, жүрсеңші өзім апарып. Қыздардың арманы. Ару мәңгіге. Міне, құрметті достар, осымен біздің жарты финалының редакторлық жұмыстарының біріншіден аяқталды.